Сәлем достар, мен есімім Айдана Тілепбергенова, инстаграмда бала дамуы және психологиясы туралы блог жүргіземін. Қазір YouTube және TikTok желілерін қолға алып, осы әлеуметтік желілерде белсенді бола бастадым. Сондықтан мен парақшама тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен өзімнің бір сондай жеке оқиғаммен бөліскім келеді. Себебі бұл оқиға басқа да адамдарға сабақ болатындай оқиға деп санаймын. Видео лайв форматта болады. Өзім кішкене қобалжып тұрмын. Сондықтан сіздер маған экран ар жағынан қолдау білдіріп қойыңыздар. Барлығын басынан бастап айтайын. Мен тұрмыстамын, 3 балам бар. Үлкенім 9 жаста, ортаншым 4 жаста және ең кіші ұлым 1,5 жаста қазір. Осы оқиға менің кіші ұлым Жігер туралы болады. Басынан тағы да түсіндіріп өтейін. Жігер толыққанды доношенный бала. 38 апта, 4 күнде дүниеге келді. Салмағы 3 кило 300, бойы 53 сантиметр. Абгар бойынша 9 бала алған бала. Роддомда барлық прививкаларын алды, БЦЖ, гепатит және де витамин К салынды. Солай біздер роддомнан екінші күні бірден үйге шықтық. Яғни айтып отырғанымдай, толыққанды сау болып дүниеге келген бала. Бірақ Жігер 40 күн болғанда осының барлығы өзгерді. Біздер Жігерді 40-нан 38 күн болғанда шығардық. Жігердің шашын алдық, тырнағын алдық, 40-нан шығару рәсімін жасадық. Кешке ұйықтатайын деп жатқан кезде шашын алған жерден бір 2-3 жерден кішкентай порез көрдім. Порез ондай бір глубокий емес, шағын ғана, кішкентай ғана ұстараның тиіп кеткен жерлері. Сондай көрдімде перекс водородпен обработка жасап, баламды ұйықтаттым. Ойымда еш нәрсе болған жоқ, қорыққан жоқпын, уайымдаған жоқпын. Себебі одан бұрын, Жігерден бұрын 2 ұлым бар ғой. Олардың да шашын алғанда осындай кішкене порездар болатын. Бірақ олар екінші күні қатты қабыршақтанып, қатып, өздері жазылып кететін. Жігерде де сондай болады деп ойладым. Бірақ екінші күні қарасам, порездан қайтадан қан шығып тұр. Яғни бір түн бойы жаңағы кесілген жер қатпаған. Мен уайымдап кетіп педиатрға жаздым. Педиатрға жазған жауабымды мына жерден, оның жауабын мына жерден көре аласыздар. Педиатр еш нәрсе істеме деді. Яғни барлығы нормально, қорықпаңыз, еш нәрсе істемеңіз, өзі жазылып кетеді деді. Содан кейін менің де уайымым басылды. Жаңағы қатпай тұрған қанды қайтадан перекспен сүртіп, және баламның басын осылай бинтпен орап қойдым. Енді ойладым, егер орап қойсам, қанның қатуына бір жеңіл болатын шығар деп. Бірақ екінші күні тағы да қатпаған қанды көргеннен кейін баламды осы Астана қаласындағы 2-ші көпбейінді балалар ауруханасының травмпунктіне алып бардым. Ол жерде бір емес 2 хирург қарады. Біреуі нейрохирург, екіншісі хирург. Олар қарап, проблема жоқ деді. Қан қатады, ол үшін сіз бетадин йодпен обработка жасауыңыз керек. Біздер қазір өзіміз обработка жасап береміз. Содан кейін сіз үйге барғаннан кейін бұл қан қатады, екінші күні де сол бетадинмен қайтадан обработка жасап қойсаңыз болады деді. Яғни ешқандай мәселе жоқ. Бұл балаларда мұндай болады. Бала кішкентай болғандықтан, жаңағы басының терісі әлі нәзік болғандықтан осылай болып тұр деп түсіндірді. Бірақ мен жүрегім тынышталмады. Сол жерде нейрохирургқа айттым. Мүмкін қандайда бір қосымша анализ тапсыру қажет шығар, немесе УЗИ головы жасау керек шығар деп. Олар айтты, жоқ, ешқандай еш нәрсе тапсырудың қажет жоқ, бізге сеніңіз, барлығы нормально деп үйге жіберді. Сондықтан мен нейрохирург айтып тұрғандықтан, хирург айтып тұрғандықтан сеніп, баламды алып үйге кеттім. Ауруханадан келгеннен кейін келесі күні үйге құрбым келетін болды қонаққа. Мен құрбыма дайындалып жүрдім, келеді деп дастархан дайындап жүрдім. Сол кезде балам қатты жылады. Міне бұл уже жаңағы қан қатпай тұрған байқағаннан кейін 3-ші күн болып тұр ғой.
балам қатты жылады, мазасызданды. Бірақ мен ойладым, жаңағы енді мен өзім көңіл бөле алмай жатқандықтан, дастархан дайындап жатқандықтан балам сол менің вниманиемді талап етіп жылап жатыр деп. Солайша құрбым келіп кетті. Кешке баламда обильный рвота пайда болды. Яғни бір рет қатты сондай үлкен немен құсты. Оны мен салаттан деп ойладым. Яғни қараңыздаршы, қаншама осындай ситуация болып жатыр, бірақ мен әлі де жаңағы баладағы бір қандай проблема болып жатыр деп ойлап тұрған жоқпын. Себебі 2 рет дәрігерлер нормально деді, ал жаңағы құсуын енді өзім бір салаттан деп ойладым. Яғни мен жеп қойған салаттарым жақпай қалған шығар ішіне деген сияқты ой болды. Содан кейін келесі күні таңертең ұйықтан тұрғанда баламда қайтадан рвота болды, құсты. Сол кезде мен қорқып кетіп үйге педиатр шақырдым. Участковый педиатрым үйге келіп, баланы толықтай шешіндіріп, барлығын тексерді. Яғни баланы толықтай шешіндіріп қараған кезде маған көрсетті, айтты: міне, баланың рефлекстары жұмыс жасап тұр, менің раздраженияларыма отвечает. То есть педиатрлар тексереді ғой, сол кезде бала былай активный деді. Құсып тұрғаны болмаса, бала активный. Сондықтан мен сіздерге ротавирус деген диагноз қоямын деді. Яғни балада ротавирус, оны регидронмен паит ету керек деді. Бірақ регидроннан да лучше ол нормабакт аквабаланс деді. Соны беріңіз, күні бойы паит етіңіз, келесі күні құсуы тоқтайды деді. Мен енді, как ответственная мама, целый день оны нормабакт аквабаланспен паит еттім. Кішкентайлап 10 миллиграммнан беріп отырдым. Шынымен құсқаны тоқтады. Мен енді уже бәрі нормально болды деп ойладым. Келесі күні тоже құсқан жоқ. Бірақ түстен кейін баламда қайтадан обильный рвота бола бастады. Бұл сенбі күні болды. Жолдасым үлкен 2 баланы циркке алып кеткен болатын. Олардың цирктен келгенін күтіп, біздер уже қайтадан осы 2-ші қалалық балалар ауруханасына дәрігерге көрсетеміз деп шештік. Себебі балада вялость пайда болды, слабость пайда болды. Солайша жолдасым екеуміз қайтадан 2-ші балалар ауруханасына бардық. Сол бара жатқан кезде жолда уже жігерде демалумен проблема болды. Яғни демалысы жиілеп, сондай бір тұншығып жатқандай демалып тұрды деген бір сондай одышка сияқты бір пайда болды. Ауруханаға келгеннен кейін біздер кезегімізді күтіп біршама уақыт тұрып қалдық. Яғни бала 40-тан енді шыққан бала болса да кезексіз өте алмадық. Кезекке тұрыңдар, кезек күтіңдер, сосын хирург қабылдайды деді. Кезекті күтіп, хирургқа барлығын түсіндірдік, баяндадық. Ол анализ және УЗИ өту керектігін айтты. Ол жерлерде тағы очередь, анализ тапсырдық, УЗИ өттік. Осының барлығына 1 сағат уақытымыз кетті ғой. Осы баламен 1 сағат бойы сол аурухананың ішінде тексеріс өтіп, жүгіріп жүрдік. УЗИ өтіп жатқан кезде мен уже серьезный бір нәрсе болып жатқанын түсіндім. Потому что УЗИст айтты. Мен сендерге еш нәрсе айта алмаймын. Басын шайқады просто. Хирургқа барыңдар, сол кісі барлығын түсіндіреді деді. Біздер енді уже түсіндік, бір нәрсе болып жатыр. Хирургқа жүгіріп келдік. Хирург айтты: мен еш нәрсе айта алмаймын. Қазір сендерге реаниматолог келеді, нейрохирург келеді деді. Сол кезде нейрохирург келді. Нейрохирург айтты: давайте бірінші КТ жасайық, қазір сосын түсіндірем деп. Барып КТ жасадық балаға. Сол кезде уже қасымызға реаниматолог келді. КТ жасағаннан кейін бізге айтты: палата инсульт деп. Представляете, 40-нан енді шыққан балада инсульт. Біз сұрадық, қалай ол балада инсульт болуы мүмкін ба? Инсульт деген ол үлкен адамдардың ауруы ғой деп. Олар айтты: балаларда инсульт жиі болады. Просто сіздер бұл аурумен кездеспегенсіздер. Перинатальный инсульт деген түсінік бар деп. Сол кезде жігерді реаниматологтар келіп, уже бірден реанимацияға аламыз деді. Себебі баланың жағдайы кәдімгідей нашарлап жатты. Реаниматологтар келіп реанимацияға көтерді жігерді. Мен баламды емізетін болғандықтан менен анализдер
алып мені нейрохирургия отделениесіне қабылдады. Бала реанимацияда болады, сен реанимация шыққанша нейрохирургия отделениесінде боласың деді. Емізетін болғандықтан 3 сағат сайын сүтіңді реанимацияға апарып тұрасың деді. Солай мен отделениеға келдім, балам реанимацияда. Біздер сағат 10-ның шамасында түстік. Жігер уже 10-нан бастап реанимацияда болды. Сағат сосын келесі күні түнгі 3-те, яғни енді қанша сағат? 10-нан бастап 3-ке дейін 5 сағат, 5 сағаттан кейін маған оперирующий нейрохирург келіп, өзі сол заведующий отделение балаға операция жасау керектігін айтты. Мен уже сол кезде ойладым, мен уже баламды алды сағат 10-да, уже какой-то бір активный действие жүріп жатыр деп, яғни мүмкін уже операция жасайын деп жатыр деп ойладым. Оказывается, 5 сағат бойы, білмеймін, баланы мүмкін дайындаған шығар, бала мүмкін дайын болмаған шығар, қан қойған шығар, білмеймін енді ол жағын, не істегендерін. Сағат 3-те келіп нейрохирург операцияға келісім алды. Әрине мен келісімімді бірден бердім. Сосын сағат 3:40-та жігердің басына бірінші операция жасалды. Жігерге наружный дренаж қойылды. Наружный дренаж ол гидроцефалия, немесе кровоизлияние сияқты, немесе черепно-мозговая травма сияқты аурулардан кейін қойылатын дренаж, яғни баланың қарыншасының тұсынан тесіп трубка қояды. Сол трубкадан мидағы бүлінген ликворды качать етеді. Яғни адамның миында ликвор деген нәрсе болады, спинномозговая жидкость. Сол ликвор мидан жұлынға циркулировать етіп тұрады. Сол кровоизлияниядан кейін мидың қарыншаларына, барлық жеріне қан кетеді, уже ликвор бұзылып кетеді. Сондықтан оны наружный дренаж қою арқылы алып шығады. Және ол дренаж әбден ликвор тап-таза мөлдір болғанша тұрады баста. Содан кейін уже біздің ауруханадағы өміріміз басталды. Мен отделениеда, балам реанимацияда. Мен әр 3 сағат сайын балама сүтімді салып апарып тұрам. Реанимацияға кіре алмайсың. Білмеймін, почему-то осы біздің Астанадағы 2-ші көпбейінді балалар ауруханасының реанимациясы жабық. Ол жерге адамды кіргізбейді, мамаларды кіргізбейді, тек қана дәрігерлерге өздері кіріп шығады. Реаниматологтар шығып сенімен сөйлеспейді. Баланың жағдайын сен көзбе-көз реаниматологпен көріп тұрып сұрай алмайсың. Тек қана күніне 2 рет телефонмен звондайсың, отделениедан хабарласасың. Сол жерден олар жағдайын айтады. Бірақ отделениедағы нейрохирургтар маған баланың жағдайын күнделікті айтып тұрды. Енді олар күнде кіріп шығып жатады ғой. Бізде лечащий дәрігер болды, заведующий отделение өзі қарады. Сол 2 дәрігерден барлық бала туралы ақпаратты біліп отырдым, жалпы баланың состояниесін. Бізді мысалға қабылдаған дежурный нейрохирург, яғни бізді үйге қайтарып жүрген баланың басынан қан қатпай тұрды деп травмпунктқа келген кездегі сол осы отделениеда жасайтын болып шықты. Кейін мен одан сұрадым, неге сіз сол жерде бізді үйге қайтарып жібердіңіз? Сіз УЗИ жасамадыңыз, немесе хотя бы общий анализ крови алғанда балада уже проблема болып жатқаны көрінетін еді ғой деп. Ол айтады маған, показания болмады дейді. Мен айтам, сонда показания болу үшін баланы осындай жағдайға жеткізу керек па? Бала сонда әбден өлімші халге жетіп, сіздің алдыңызға келу керек па деп. Мойындамады. Заведующий отделение тоже оны жақтады. Показания болмады деп. Шынымен баланың жағдайы нормально болды, показания болған жоқ деп. Мен еш нәрсе дәлелдей алмадым. Ол кезде оны уже ойлайтын да жағдайда болмадым. Жаңа айттым ғой, Астананың реанимациясы сол жабық деп, бірақ барлығы емес. Мысалға, Астананың инфекционный больницасында, ұлттық ғылыми орталықтарда реанимацияға мамаларды кіргізеді. Яғни бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Жалпы бұл әлемдік практика ғой. Реанимацияда жатқан адамның қасына туыстарының кіріп, оны көруі, бұл нормально. Бұл бүкіл әлем сондай практикует. Бірақ 2-ші балалар ауруханада бізде, білмеймін, почему-то олардың өздерінің бөлек заңдары бар. Қанша жалынсам да реанимацияға кіргізбеді. Кейін мен араға таныс салып, маған солай жасауға тура келді. Таныс іздеп, таныс тауып, олар реанимацияның заведующий отделениесіне хабарласып, мені
15 минутқа реанимацияға кіргізді. Бұл кезде уже жігердің реанимацияда жатқан 4-ші күні. Яғни мен баламды реанимация алғаннан кейін тек қана 4-ші күні ғана көрдім оны. Бұл маған өте маңызды болды. Себебі реанимацияға звондаған сайын реаниматологтар жағдай ауыр, совсем крайне тяжелый, совсем тяжелый деп айтады. Ал мен баламның ондай крайне тяжелый состояниесін көрген жоқпын ғой. Мен баламды реанимацияға беріп жүрген кезде енді ол ауырып тұрды, бірақ әйтеуір қол аяғы сау, барлығы бүтін сондай күйде беріп жібердім. Ал реанимацияда ол не болып жатыр деген сияқты болды менде сұрақ. Ол қандай состояние жатыр? Реанимацияда не болып жатыр? Оған не істеп жатыр? Маған баламды көзіммен көріп, әйтеуір баламның тірі екеніне убедиться ету маңызды болды. Сол үшін де мен реанимацияға кіргізу үшін таныс алып, осылай реанимацияға кірдім. Мені кіргізді, баламды көрдім. Өзіме ішімнен айттым, Айтана, главное, жылап қойма. Жылап қойма, себебі балаңа сенен де қиын. Сені жылап қоймай, кіріп шық, баламмен сөйлес деген сияқты. Әйтпесе еңкілдеп жылап тұрсам, балама еш нәрсе айта алмас едім деп, өзімді кәдімгідей дайындап кірдім. Маған реаниматолог көрсетіп жатыр, бәрін түсіндірді. Яғни баланың басында тұрған дренаж осы, ол қалай жұмыс жасайды, ол ликвидті қалай качать етіп жатыр, ликвидтің түсі қандай қазіргі кезде. Сосын бәрін айтып жатыр. Енді баламның жүрегіне қойылған аппарат, аузында трубка, интубационный трубка, ол ИВЛ-ға жалған тұр. Одан кейін мочевой катетер, мына жерден подключка қойдық, нелерге салу үшін, системалар салу үшін деген сияқты. Оның барлығы маған уже ол жерде не важно болды. Мен тек сүп-сүйкімді болып, ұйықтап жатқан балама қарап тұрдым. Бала реанимацияда жатқанда седацияда болады, яғни ұйқыда болады, баланы оятпайды. Мен осы кезде жігерді құшақтап кешірім сұрадым. Себебі өзімді қатты кінәлі сезіндім, жігерді осындай жағдайға жеткізгеніме. Әрине, енді бұл жерде тек қана менің кінәм емес, дәрігерлердің де кінәсі, вовремя реагировать етпеген. Мен сол кезде кінәлі сезіндім, өзімді неге ары қарай ізденбедім деп. Яғни свертыванияның жұмысын реттейтін анализді тауып тапсырмадым деген сияқты менде кінә болды. Қазір әрине мен ойлаймын, мен оны білмес едім, мен дәрігер емеспін, ол анализдардың қалай аталатынын да білмес едім. Себебі енді бір емес, бірнеше дәрігер балада барлығы нормально деп үйге қайтарып тұрғандықтан мен дәрігерлерге сендім. Бірақ параллельно өзімді де кінәлі сезіндім. Сол кезде жігерден кешірім сұрадым, балам, мені кешірші, мен главное, сен аман шықшы деп. Сен аман шықшы, ары қарай мен барлығын өзім жасаймын деп. Және де құлағына сыбырладым. Сен қандай болсаң да, мен сені қабылдаймын. Мейлі тіпті совсем бір глубокий инвалид болып қалсаң да, сен қандай болсаң да, мен сені жақсы көретін боламын. Главное, сен осы реанимацияда аман есен шықшы деп құлағына сыбырладым. Сол кезде мен реанимацияда прям держалась, жыламай, нормально шықтым. Бірақ реанимациядан шыққаннан кейін әрине мен өзімнің көз жасыма еріп бердім, жылап. Содан кейін реанимацияға қайтып кірген жоқпын. Себебі маған айтты, сен бір рет баланы көрдің, басқа мамалар реанимацияға мүлдем кіре алмай жатыр, сондықтан сен енді танысыңа сондай беруді қой деген сияқты. Бізге сен көрдің реанимацияда қандай мамандар жұмыс жасап жатқан, қаншама дәрігер жүрген деп. Мен де жарайды деп, содан кейін ешқандай танысқа сондайға звондауды қойдым. Дәрігерлерге сендім, реанимациядан баламның шығатынына сендім. Келесі күні, мен 4-ші күні кірдім деп айттым ғой. Реанимацияда жатқан 5-ші күні маған реаниматолог звондап шақырды, балаға трахестома қою керек деді.
яғни баланың реанимацияда жатқанына тек 5-ші күн. 5-ші күні маған айтады, трахестома қою керек дейді. Трахестома деген, маған былай түсіндірді, трахестома деген балаға демалуға көмектесетін трубка. Енді мен и так оның бәленбай трубкамен жатқанын көрдім ғой, мен ойладым, бір трубка не, екі трубка не деген сияқты. Аузында трубка тұрды, басында трубка тұрды. Мен ойладым, сондай бір көмектесетін трубка деп трахестоманы. Сосын былай деп айтты, трахестома қазір қоямыз, как лучше будет балаға, сразу трахестоманы алып тастаймыз деді. Мен келісім бердім. Сосын олар айтты, трахестома қазір қоймасақ, біз баланы ИВЛ-дан шығара алмаймыз. Сондықтан қазір трахестома қою керекпіз деп. Қазіргі кезде мен осының фатальный ошибка болғанын түсінемін да. Мен келіспеуім керек еді трахестомаға. Трахестом туралы бөлек мен видео жасаймын, сол кезде сіздер көресіздер трахестомның қандай екенін, қалай күтім жасау керектігін, қалай декануляция жасадық біздер, соның барлығын сіздерге подробно айтып беремін. Сол кезде мен трахестомаға келіскеніме өте өкінемін. Себебі біздер сол трахестомамен 1 жыл жүрдік. 1 жыл кәдімгідей айта алмаймын, қандай бір қиыншылық болған осы трахестомамен. Трахестома қойылды. Сосын трахестома қойғаннан кейін, где-то 1 аптадан кейін баламды ИВЛ-дан СИПАП-қа ауыстырды. Оның барлығы сол демалатын аппараттар ғой. Және маған реаниматологтың айтқаны, жігерде пневмония развиваться етіп жатыр деді. 5-ші күні айтты, пневмония развиваться етіп жатыр. Ол жаңағы бала ұзақ жатқан кезде реанимацияда осылай шалқасынан жата бергендіктен, қозғалмағандықтан, және де вообще көбіне реанимацияда жатқан балаларда пневмония болады деді. Бұл қалыпты деді. Пневмониясын емдейміз, не переживайте деді. Және де трахестома қойғандықтан деді, біздер пневмониясын тез емдеп аламыз, себебі санировать ете аламыз деді. Вот, осылай етіп айтты. Сондықтан да менде трахестомаға келіспеуге амал болмады. Мен ойладым, в любом случае бұл балама менің пайдалы деп келісім бердім. Солай трахестомадан кейін 1 аптадан кейін СИПАП-қа ауыстырды. СИПАП-пен де балам СИПАП-тан шыға алмай тағы жатты. В общем, реанимацияда бас аяғы 20 күн жатты. Сол 20 күннің ішінде мен күнде әр 3 сағат сайын реанимацияға сүтімді апарып тұрамын. Түнде де, күндіз де осылай қайталана беретін әрекет 3 сағат сайын. Сонда мен 24 сағатта 8 рет барамын. Прям даже уақыттарын помним. 9-да, 12-де, 3-де, 6-да, 9-да, 12-де деп сөйтіп қайталана береді. Түнде де ұйықтамайсың, 3 сағат сайын сүтімді апарасың. Жалпы баланы реанимацияда жатқанда, больницада жатқанда қалай сүтті сақтап қалу керек, ол туралы да мен бөлек видео жасаймын. Қазір менің балам 1,5 жаста, менің баламды әлі еміземін. Яғни мен сүтімді толық сақтап қалдым. Бұл да сіздерге пайдалы болатын видео болады деп ойлаймын. Баласын реанимациядан күтіп жүрген маманында состояниесі әртүрлі болады екен. Бір күні сен қатты бір жылап жатасың, жаңағындай уже үмітің үзіліп, балаң ешқашан реанимациядан шықпайтын сияқты болып жатады. Бір күні басқа бір балаларға қарап мотивация аласың. Сондай состояниеда болдым. Ең қиыны дәрігерлердің айтқаны, бір где-то 2 апта өткеннен кейін, олар и так реанимациядағы реаниматологтар ешқашан баланы жақсы деп айтпайды, себебі бала жақсы болса реанимацияда жатпайды, олар всегда тяжелый деп айтады. Даже стабильный состояние дегенді айтқан жоқ маған, всегда тяжелый. Крайне тяжелый деп айтады, егер вообще бүгін мысалға демалуы қиындап, сондай кетіп жатса, немесе уже стабильный болса тяжелый деп айтады, просто тяжелый. Сонда мен кәдімгідей крайне тяжелый деген күндері уайымдап қалатынмын. Тяжелый деген күндері бір как-то уже привыкаешь. И так басынан бастап тяжелый ғой деп әйтеуір, знаете, тяжелый, бірақ әлі шанс бар деген сияқты ой болатын менде. Бірақ самый мені кәдімгі өзімнен равновесиемді терять еткізген, ол 2 аптадан кейін айтты маған, егер бала осылай жата берсе, аппараттың көмегімен ғана демалып, онда біздер оны паллиативный отделениеға ауыстырамыз деді. Паллиатив деген ол уже просто жизнеобеспечивающий аппараттармен
жататын отделение, балада уже ешқандай шанс жоқ деген сөз. Ол қарапайым тілде мысалға айтады ғой, овощ балалар деп. Вот сондай отделение. Бізде мына екінші МГДБ-ның бірінші этажында паллиативный отделение бар. Сол жерге ауыстырамыз деді. Сол жерде сен үйге жібереміз, баланы паллиативный отделениеға ауыстырамыз. Бала сол жерде жатады. Сен просто келіп, аптасына келіп қарап тұрасың баланы деп айтты. Осы кезде мен Жігердің фотосына қарап, Жігермен бірінші рет сөйлестім. Оған дейін мен баламның фотосын қарай алмадым. 2 апта бойы мен мүлдем Жігердің фотоларына қараған жоқпын. Себебі өзімді кінәлі сезіндім. Фотосына қарасам, сол бір маған қатты бір ауырлық болатындай болды. Сол себепті мен мүлдем фотосына қарамадым. Сол паллиативке ауыстырамыз деген кезде ғана Жігердің фотосына қарап, Жігермен сөйлестім. Балам, сен қалай болса да реанимациядан шықшы деп солай сөйлесіп, білмеймін енді, қазір енді уже сондай состояниеда болғасын бәріне сенесің ғой, бір белгі іздейсің. Бірақ мен сол сөйлескеннен кейін келесі күні Жігер сознаниеға келді. Сознаниеға келді, бұл 17-ші күн болатын, прям помню. Маған 17-ші күні, реанимацияда жатқан 17-ші күні реаниматологтар хабарласып айтты, балаң сознаниеға келді, это хорошо деп, уже балада шанс бар деп. Бала сознаниеға келді, бірақ әлі сипаптан шығара алмай жатырмыз деп айтты. Бірінші ИВЛ-дан шығарды, сосын сипапқа қосты. Сипаптан енді кислородқа ауыстыру керек болатын баланы, потому что трахеостомасы бар ғой. Кислородқа ауыстыру керек болатын, бірақ сол кислородқа қоя алмай жатырмыз. Бала сипаптан шығарған сайын тахикардия болып кете береді деп айтты. Бірақ әйтеуір бала сознаниеға келді деді. Бұл 17-ші күн болатын. 19-ші күні реанимацияда жатқан нейрохирург айтты, балада ликвор тазарды. Яғни мына басындағы қан толықтай тазарттық. Қазіргі кезде ликвор мөлдір болды, прозрачный, прямо как слеза, мөлдір болу керек ликвор. Енді баланың басына шунт қою керек деді. Бұл басына жасалады. Екінші операция, вообще по счету 3-ші операция, потому что ортасында трахеостома қойылды. Келсең шунт қоямыз деді. Маған бірден айтты, бала шунтозависимый, яғни шунтсыз никак сендерге, и вообще пожизненный шунт болады деп. Мен келістім, конечно, потому что нейрохирург маған шунт это как спасение деп түсіндірді біздің ситуациямызда. Шунтпен де балалар өмір сүреді. Главный шунтты қойып, сол баланың организмі шунтқа үйреніп, сөйтіп кетуі керек деп. 19-ші күні баламның басына шунт қою үшін тағы операция жасалды. Шунт қойғаннан кейін уже 20-ші күні баламды отделениеға ауыстырды реанимациядан. Баламды отделениеға ауыстырды. Жігер үшін арнайы ПИТ палата дайындады. Палата интенсивной терапии деп аталады. Ол посттың қасында болады. Реанимациядан тяжелый состояниеда ауысқан балаларды жатқызатын палата. Мені сонда ауыстырды. Мен общий палатада жатқам, 5 мамамен мені сонда ауыстырды. Енді сол палатада баламды күттім. Баламды көрген кездегі мен состояние сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Реанимация бізде 2-ші этажда, отделение 3-ші этажда болды. Сол бір этажға алып келу үшін баланы кислородпен алып келді. Алып келгеннен кейін бірден сол кислородты қайтадан қосты. Бала кислородпен демалады, өзі демала алмайды. Басында үлкен операциядан кейінгі повязка, мойнында да трахеостома. Мен бірінші рет көрдім ғой, енді оған дейін мен мүлдем ондай жағдайға тап болмаған. Шүкір, алдыңғы 2 баламен ешқандай проблема болған. Жаңағы Жігердің состояниесін көрген кезде енді вообще айта алмаймын қандай состояниеда болғанымды, потому что қиын болды прямо. Ішінде шунт бастан осылай қойылып, құлақтың тұсымен ішке дейін өтеді. Ішінде опять шов, мойнында трахеостома, одан ұзын кислород, мұрнында зонд, потому что өзі тамақ іше алмайды, ем алмайды. Мына жерде катетер подключичный тереге тығып қойған. Енді оның барлығын көру страшно болды прямо.
Солай біртіндеп мен үйрендім баланы қарауды, уход жасауды өзім. Осы тұста мен екінші балалық ауруханасының медсестраларына, жалпы дәрігерлеріне үлкен алғыс білдіргім келеді. Баланы қалай ухаживать ету керек, трахеостом повязкасын қалай ауыстыру керек, барлығын маған прямо от үйде үйретті. Зондпен тамақ беруді, барлығын үйретті. Олар да 24 сағат мен қасымда көмекте болды. Пит палатының отдельный медсестрасы болады. Сол медсестра 3 палатаны қарайды, 3 палата пит болды. 24 сағат көмекке келеді. Кнопканы бассаң жетіп келеді. Сондай бір жақсы поддержка жасады. Басында баламды ұстауға мүлдем қорықтым. Тек қана осылай уходын жасаймын, памперсін ауыстырамын, бірақ көтере алмайтынмын. Себебі жаңағы көп енді нелер ғой, шнурлар, шнур емес, не деп айтады, кислородтың трубкасы, пульсоксиметр аяғына жалғанып тұрған, оның трубкасы тұрады. Барлығы енді маған қорқынышты болды ұстау. Бірақ жаймендеп баламды көтеріп, ұстап үйрендім. Содан кейін мүлдем қолымнан түсірмейтінмін, сол целый день көтеріп жүретінмін. Алысқа кете алмайсыз, себебі кислород жалғанып тұрады мойнына, сол кереуетінің жанында жабысып тұратынмын күні бойы. Кейін жігерде мынадай проблема пайда болды. Жігер итак өзі наркоздан, 20 күн седациядан, седация ұйықтата берді ғой, ол наркотический средство ғой, седация деген, баланы ұйықтататын. Солардың барлығынан ол өте қиын шықты. Күні бойы жылайтын, түнде ұйықтамайтын, прямо өте қиын шықты. Соның барлығынан уақыт керек болды. Отделениеға ауысқаннан кейін, бір аптадан кейін біз қайтадан реанимацияға түстік. Балам қайтадан реанимацияға түсті, себеп іші үлкен болып, шар сияқты болып, ісіп үріліп кетті прямо. Оның себебін ешкім білмейді неден екенін. Хирургтар келеді, нейрохирургтар қарайды, УЗИ түсіреді, рентген жасайды, барлығы айтады, мынау коликидан болып жатыр деп. Бірақ коликидан бұлай ісуі мүмкін емес деп ойладым. Солайша осы ісінудің себебін таба алмай және баланы успокоить ете алмағандықтан қайтадан реанимацияға алып кетті. Ол жерде қайтадан ұйықтатады, қайтадан седация, бала уже жыламайды. Олар қайтадан толық тексеріс өткізіп, келесі күні мен жаныма қайтып алып келді. Себеп сендерде лактазная недостаточность деп айтты. Лактазная недостаточность, яғни оның себебі біріншісі көп антибиотик алғандықтан деді, екіншісі смесь жақпағандықтан деді. Енді осы жерде мен шок болдым. Неліктен сендер смесь бердіңдер балаға деп. Мен итак өзім 3 сағат сайын сүтімді сауып апарып тұрмын ғой. Маған айтқандары 100 миллиграмм әкелді күніне. Мен сол 3 сағат сайын 100 миллиграммды апарып тұрмын. Бірақ олар почему-то қосымша смесь берген. Кейін мен әрине возмущаться етіп айқай шығардым. Неліктен сендер смесь бересіңдер балаға, мен сүтімді апарып тұрған кезде деп. Олар айтты, біздер жаңағы КТ-ға апарған кезде, КТ жасауға, немесе рентген жасайтын кезде, какой-то бір манипуляциялар жасайтын кезде біздер смесь бердік деп. Оказывается, ол смесь жақпаған екен жігерге. Ол смесь, обычный смесь қой енді, балада лактазная недостаточность болған кезде арнайы смесь беру керек. Ішінде лактозасы жоқ. Яғни жігер лактозаны расщеплять ете алмаған ғой. Сондықтан жаңағы іші үлкен болып ісіп, мен балам қатты қиналған екен. Оның себебін тауып, гастроэнтеролог осы жерде бізге көмектесіп, себебін тауып, эзикол бэби деген фермент берді балаға. Сол ферментті бергеннен кейін әйтеуір осындай проблема қайталанған жоқ. Балам көп седацияда жатқандықтан, жаңағы оның бірнеше операция өткені бар, енді ағзаның шунтқа үйренуі бар. Осының барлығы оңай болмады. Көп жылайтын, ұзақ жылайтын, түнде ұйықтамайтын, сондай кездерде ұйықтататын дәрі салып ұйықтататынбыз. Бір күні мынандай жағдай болды, солай ұзақ жылады, ұйықтататын дәрі салып жатыр, балаға уже көмектеспейді. Оның себебі организмі уже ұйықтататын дәрілерге, жаңағы седацияларға үйреніп қалған ғой. Ол дәрі де көмектеспеді, бала 4 сағат шырылдап жылады. Тағы да себебі не екенін білмейміз. Солай реаниматологтар шақыруға тура келді.
реаниматологтар баланы алып кетті. Келесі күні қайтып алып келді. Себебін білмейміз деді. Короче, балада барлығы нормальны. Неге ұйықтамағанын білмейміз. Нормальный балада, ну, привыкает шумқа, наверное, сон барлығы ауырсынып тұрған шығар деген сияқты себеп айтты. Енді мен осы жағдайдан кейін өзіме прямо ішімнен сөз бердім. Енді ешқашан жаңағы баламды ұйықтата алмай жатырмын деп жаловаться етпеймін деп. Баламды не болса да өзім ұйықтатамын, өзім көмектесемін, обезболивающий да алмаймын, ештемеден ұйықтататын дәрі де салғызбаймын, бәрінен бас тарттым, өзім жасаймын дедім. Содан кейін баламды әйтеуір шүкір обезболивающийдан да шығардық, себебі күнде обезболивающий салатын ғой, операциядан кейін. Баламның кәдімгідей күтіміне өзім толықтай кірістім. Трахеостомның күтімінде өзім үйрендім, перевязка жасауды барлығын. Короче, ешқандай дәрігерді уже лишний раз балама жақындатқым келген жоқ. Барлығын өзім жасаймын дедім. Кислородты да өшіруді үйрендім. Біртіндеп кислородтан шығару керек болды баламды, потому что ол кислородозависимый болды. Кислород деген осындай трубочка, және одан трубка арқылы мойнына трахеостомаға тікелей ауа келіп тұрады. Мөлшерін түсіріп бастадым. Бірінші, мысалға, ол 1,5-да тұрды кислород, мен 1-ге түсірдім. Солай привыкать еткіздім. Одан кейін 0,5-ге түсірдім. Содан кейін мүлдем өшіріп қоятынмын кислородты. Яғни мен қараймын, баланың сатурациясын қараймын, қаншалықты ұстап тұр. Сатурациясы, кислородты жауып тастаған кезде сатурациясы мүлдем түсіп бара жатса, кислородты ашамын резко. Солай күнделікті менің жұмысым только осы кислород болды ғой. Тек қана осы кислородтың қасында жабысып отырып, ашып жауып, баланы дыханиесін тренировать еттім. Оны маған пульмонологтар айтты, если сен балаң осылай жата беретін болса, кислородтан шықпай қалады. Сондықтан сен тренировать ет баланы деп. Мен соны естігеннен кейін күн сайын только тренировка жасаумен отырдым. Жабам, ашам, сатурациясын бақылаймын. Уже 80-нен түсіп кетті ма, қайтадан ашам, солай. Бірақ осы еңбегім нәтижесін берді. Балам жаймендеп сатурация ұстайды бастады. Кислородты жауып қойғанда басында мысалға 1 минутқа шыдаса, кейін 5 минутқа шыдайтын болды. Одан кейін жарты сағатқа жеткіздік, сосын 1 сағатқа деген сияқты. Солай етіп баламды өзім кислородтан шығардым. Содан кейін біз нейрохирургия отделениесінде жатқандықтан үнемі бізді нейрохирург дәрігерлер тексеретін, және баламда пневмония болғандықтан реанимациядан пневмониясы так емделмеді, сол пневмониямен шықты. Пневмониясы болғандықтан бізге пульмонолог келе бастады. Пульмонолог пен педиатр. Осы 2 әйел адам, врач. Олар маған енді айтты, сен балаң зондтан шығару керек баланы деп. Зондтан шығару үшін өзің еміз деді. Нейрохирургтар қарсы болды, себебі олар қорқты, риск аспирации трахеостомымен. Сен зондтан шығарма, зондпен де балалар нормально живут деген сияқты. Бірақ жаңағы 2 пульмонолог пен педиатр сен зондтан шығар қалайда деп. Нейрохирургтар жоқ кезде олар осы менің палатама кіріп, баланы емізуді үйрететін. Жаңа олар қарап тұрады, тұншып қалмасын деп енді бала. Мен емізем. Солай жаймен емізуді үйреттім. Ендігі мен жұмысым целый день баланы емізу болды. Яғни баланы құшақтап алып, только отырам емізіп. Емген кезде бала уже андай қиын ғой, ему еще демалу, сондықтан ол кезде кислородты қосып қоям. Сосын емізем. Бала слабый, өте слабый. Ем алмайды, бірақ сонда да не сдаюсь. Омырауымды салып қоям да аузына, целый день отырам осылай етіп. Ұйықтап кетеді, емет, ұйықтап кетеді, емет, солай кішкене сорады. Солайша әйтеуір қайтадан біздер сору рефлексін қайтардық қой. Сору рефлексін қайтардық. Бала сәл болса да өзі еметін болды, бірақ зонд тұрды параллельно. Зондпен де тамағын берем, қосымша емізем. Солайша бір күні әйтеуір зондтан да шығардым. Уже баланың кәдімгідей еме бастағанын байқап, просто зондты өзім алып тастадым. Мен әрине олай жасауға кеңес бермеймін, себебі ол дәрігерлердің рұқсатымен болу керек. Мен просто айттым, балам
зондты қолымен қағып жұлып алды. Содан кейін қайтадан қоймадым, емізе бердім, балам еміп тұр деп айттым. Солайша балам зондтан да шығып, өзі еміп кетті. Бұның барлығы әйтеуір үлкен көмек болды, және үлкен скачок болды, себебі уже жаймен кислородтан шығып келе жатыр, зондсыз, әйтеуір кәдімгідей бір бала болып қалды ғой. Мұрнында зонты жоқ, мойнында ұзын, кислороды жоқ, уже кішкене былай көтеріп палатаның ішінде жүре бастадым деген сияқты. Осылайша біздер нейрохирургия отделениесында 21 күн жатып, сложная соматика деген отделениеға ауыстық. Себебі нейрохирургтарға жаңағы пневмонияны емдеу қиын болды, сондықтан соматика отделениесіне ауысу керек деп шешілді. Біз міне реанимациядан нейрохирургияға, нейрохирургиядан соматикаға ауыстық. Біз уже больницада жатқанымызға 45 күн болған сол кезде. Негізі ауыр өтіп жатқан пневмонияны емдеуде антибиотик, дренажный массаждан бөлек бронхоскопия жасалады. Бұл кішкентай түтікше бронхоскоп арқылы жаңағы қатып тұрған қақырықтарды жібітеді ғой, қарапайым тілмен айтсақ енді. Вот сол бронхоскоп аппарат екінші балалар ауруханасында болмады. Маған реаниматологтың өзі былай деп айтты: біздер соны жасағымыз келеді, бірақ та ол аппарат жоқ деп бізде. Сол кезде айтқам, біздер тауып берейік деп, бірақ олар келіспеді оған, себебі өзіміз емдеп шығарамыз деп айтты. Сол бізде пневмониямен көп проблема болып қалды. Реанимация емдей алмады, нейрохирургия емдей алмады, солай сложный соматикаға ауысуға тура келді. Осы тұста мен сложный соматиканың меңгерушісіне үлкен алғыс білдіремін, және сол отделениенің медсестраларына да үлкен бізге қамқорлық көрсетіп, баламның пневмониясын емдеуге көмектесті. Сол сложный соматикада біздер 27 күн жатып, сол отделениеден үйге шықтық. Және де осы тұста сложный соматиканың меңгерушісі бізге көп көмек көрсетті. Пневмониясын емдеуден бөлек дренажный массажды көбейтті, дренажный массаж жасатып тұрды. Одан бөлек балама эго жасатып берді, соның ішінде неврологтарды шақырып консультация алып берді. Яғни қолынан келген барлық көмегін жасауға тырысты. Мен сол дәрігердің айтқанын ұмытпаймын. Жігер нейрохирургияда жатқан кезде сол келіп тексеріп жүрді ғой, бізге приходящий мамам болды. Сол кезде айтқан еді: сен балам перспективный деп. Енді олар уже көп бала көріп тастады ғой, сен балам перспективный деп. Сол білесіздер ма, маған бір единственный врач айтқан шығар сол жерде перспективный деп. Мен сол сөзге кәдімгідей жармасып алып, мен балам перспективный деп ішімнен қайталайтынмын. Мен балам перспективный, ода шанс бар деп. Сол единственный врач айтқан перспективный деп. Басқалар енді тяжелый деп айта береді ғой. Мен оны көзіне қарап көріп тұрмын баланы деп айтқан сол врач. Мен көзіне қарап көріп тұрмын, сен балам перспективный. Если дальше заниматься бұл баламен, бұл бала алып кетеді деп, сөйтіп өзінің отделениесіне ауыстырып алған болатынмын. Сол врачтың бір сөзі да маған кәдімгідей мотивация берді ғой. Перспективный деп жатыр деп, мен жолдасыма хабарласқам сол кезде қуанып. Сол отделениеда біздерге жан-жақты ем жасалды. Пневмониясын енді бір қалыпқа келтіріп, бізді үйге шығарды. Бірақ мен бұл отделениеде жатқанда білгенім, қайта-қайта өкпесіне КТ жасады сол кезде. А бізде не только пневмония, оказывается, у нас уже образовался ателектаз. Ателектаз деген өкпенің бір бөлігі қатып қалған ғой, бір бөлігі қатып қалған. Ол жерде газ алмасу процесі болмайды, ол жерде өкпе дұрыс демалмайды, яғни осы бөлік қатып қалған екен. Сондықтан да бізде пневмония жаңағы кетпей жатыр екен, оны врачтар білмеген. Ателектазды санамағанда баланың пневмониясы қалыпқа келе бастады, яғни емге көніп жатты. Алдыңғы жолдары пневмония мүлдем жазылмай жатқан, осы жолы кішкене улучшение бар деп қайта-қайта емдеп, уже 69 күн бойы, сонда санасам, балам тоқтамай антибиотик алған екен. 69 күн бойы ауыр антибиотиктарды алып, біздер больницадан шықтық.
тағы бір жағдай, бізге реаниматологтар трахеостоманы аламыз деді ғой. Мен соған сендім. Больницадан шыққан кезде мен баламда уже трахеостома болмайды деп ойладым. Бірақ ол олай емес екен. Жаңағы реаниматологтар көбіне солай айтады екен, трахеостоманы қою үшін. Оларға себебі трахеостомамен баланы жаңағы реанимациядан алып шығу жеңілірек. Осы соматиканың меңгерушісі лор врачтармен жұмыс жасап, еще оларды шақыртып, тексертіп, балаға ларингоскопия жасатты. Яғни трахеостомның ішінде, трахеяның ішінде не болып жатқанын тексертті. Ол лор врачтар бізге айтты, ол трахеостома сендерде надолго, не надейся сразу алады деп, может быть годы, может быть месяцы деп айтқан кезде мен вообще талып қала жаздадым. Мен ойладым, біз больницадан шығатын кезде трахеостомасыз шығамыз деп. Себебі мен уже дайындалып жаттым ғой, шығамын деп больницадан. Вот осы сөзден кейін вообще мен состояниемді айтып жеткізе алмаймын. Солайша лор врачтар бізге айтты, сендер больницадан шыққаннан кейін, бір айдан кейін, бір ай демалып үйде қайтадан ұлттық ана мен бала орталығына трахеясы бойынша больницаға жатыңдар деп. Порталды күтіп, сол жерде енді ары қарай, біздер уже заниматься етпейміз, ары қарай осы ана мен бала орталығындағы лор врачтар сендермен заниматься етеді деп бізді больницадан шығарып салды. Солайша біз 69 күн жатып, наконец-то үйімізге шықтық. Сөзімді қорытындыласам, жалпы өз тәжірибемнен түсінгенім, дәрігерлердің айтқанын жазып жүру керек екен. Қыздар, аналар, мені жалпы қарап жатқан барлық көрермендерге айтарым. Себебі кейін олар өздерінің сөздерін мойындамай қалатын кездерде болады екен. Мен негізі жазып жүрдім, бірақ баланың жағдайына қатысты жаңағы айтқандарын блокнотқа жазып алатынмын. Негізі желательно диктофонға жазып алу керек екен. Себебі менде сондай бір неприятный ситуациялар болды. Сіздер былай дедіңіздер ғой деген кезде олар сөздерінен тайып, жоқ, біз олай деген жоқ, сен қате түсіндің деген сияқты. Сол үшін диктофонға жазып жүру керек екен. Екінші момент, өздеріңіз балаға қойылып жатқан диагноздар туралы іздену керексіздер. Мен қосымша, мысалы, олар айтама маған, ателектаз, сен баланда ателектаз дема, мен ателектаз туралы оқып шығамын интернеттен. Оның қандай последствиясы болуы мүмкін. Немесе реаниматологтар айтады мысалға, біз сипаптан ауыстыра алмай жатырық. Сипап деген не деген сияқты соны оқимын. Яғни, мұның барлығы маған дәрігерлердің айтып жатқан сөздерін түсінуге көмектесті. Олармен барынша бір тілде сөйлесуге көмектесті. Олар маған көбіне сұрайтын, сен дәрігерсің ба деп. Яғни мен интернеттен алдын ала оқып алатынмын ғой, сол диагноз туралы, жасалатын манипуляция туралы. Сондықтан ондай мамалардан негізі дәрігерлер қорқады ғой. Себебі ол бәрін біліп тұр. Солай балаңыздың диагноздарына бейжай қарамаңыздар. Жазып жүріңіздер, өздеріңіз сол туралы оқыңыздар. Үшінші момент, сіздер балаға жасалып жатқан барлық манипуляцияны білуге құқылысыз. Мен сұрайтын, қандай дәрі, не үшін салып жатсыз? Яғни соның барлығын ана біліп тұру керек. Мысалға, медсестраларда оларда адам ғой, бұл жерде уже адами факторда қателесіп кетуі мүмкін, басқа дәрі алып кетуі мүмкін, бала көп деген сияқты. Сондықтан сіздер оның барлығын өздеріңіз жауапкершілік алып қадағалау керексіздер. Міне осындай түйген менің үш нәрсем осы. Мен енді сіздерге келесі видеоларда балалардағы инсульт себептері және белгілері туралы, бала ауруханада, реанимацияда жатқанда сүтті сақтап қалу жолдары, сонымен қатар жалпы мен балама осы күнге дейін қандай реабилитация жасадым, қайсы тиімді сияқты видеолар дайындағым келеді. Сіздерге бұл қызық па? Маған пікірлеріңізді жазып өтіңіздер. Егерде сіздердің тараптарыңыздан сұраныс болса, мен осындай видеолар дайындаймын. Надеюсь, сіздерге бұл видео танымды болды деп ойлаймын. Пайдалы болды, кейбір жерлерінен сіздер өздеріңізге түртіп алатындай ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Қатты бір қиын видео болып кетпеді деп ойлаймын. Енді жүйкелеріңізге әсер етіп кетпеді деп ойлаймын. Енді өздеріңіз қарап бағасын берерсіздер. Келесі видеоларда кездескенше менің каналыма жазылып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көп пайдалы қызықты видеолар болады.